Бірінші Семей қаласында орын алған жағдайға байланысты сенбі күні сағат 15:00-де облыс әкімінің төрағалығымен жедел кеңес өткізілді. Кеңес барысында білім басқармасына қызметтік тексеру жүргізу туралы және денсаулық басқармасына науқасқа 24 сағат бойы бақылау жүргізу тапсырылды. Аталған қызметтік тексерістің нәтижесінде Семей қаласының 3 мектебінің ұстаздары жаңа жылдық шыршаны безендіру жұмыстарына тартылған туралы анықталды. Олардың қатарында нөмір 49 орта мектептің мұғалімі жарақат алды. Орын алған жағдай Қазақстан Республикасының педагог мәртебесі туралы заңына қайшы, себебі педагогтер өз міндеттерінен тыс қызметтерге тартылуға тыйым салынған. Зардап шеккен ұстазымызға қазіргі таңда барлық жағдайда медициналық көмек көрсетілуде. Қызметтік тексерістің қорытындысы бойынша аталған қайшылыққа жол берген 3 мектептің директорына қатаң тәртіптік жаза қолданылды. Семей қаласы білім бөлімінің басшысы қызметінен босатылды қазіргі таңда. Аталған сұрақ облыс басшылығының